Егер кейбір мәсіхшілермен таныс, немесе өзің мәсіхке сенуші болсаң, онда ізгі хабар деген атауды естіген шығарсың. Ол мәсіхшілік сенімнің қысқаша сипаттамаларының бір түрі. Ізгі хабар жаратқан ие сені сүйеді және мәсіх сенің кешірілуің үшін жанын қиды деген сияқты сөйлемдермен бейнеленеді. Бірақ уақыт өте келе ізгі хабар сияқты рухани атаулар өте көп қолданылып, күші мен мағынасын жоғалтуы мүмкін. Сондықтан ізгі хабар деген маңызды атаудың киелі кітапты жазған адамдар үшін қандай мағынаны білдіргенін қарастырайық. Ізгі хабар еврейше көне келісімдегі бесорақ деген зат есімнің аудармасы. Ол бисер етістігімен түбірлес. Бесорақ сөзінің Инжил шарифтегі грекше баламасы евангелион деген біріккен сөзден тұрады. Ондағы еу жақсы дегенді, ал ангелион хабарлама дегенді білдіреді. Бұл сөздердің бәрі ізгі хабар деген ұғымды білдіреді. Бірақ ол қандай хабар? Еврей тіліндегі бисер сөздің мағынасы патшаның хабарын жариялау. Мысалы бірде Дәуіт патша жаршының әскерін шайқаста жеңіп шықты деп хабарлаған естіді. Соның нәтижесінде Дәуіт Израиль елінің тағында отырып, билігін жалғастыра берді. Дәуіт қайтыс болар алдында оның тағына ұлы Сүлеймен отырды. Сол кезде Иерусалимде жаршылар Сүлейменнің патша болып тағайындалғаны жайлы бесорақты жариялады. Ал Сүлеймен дүние салғаннан кейін таққа отырған бір қатар патшаның азғындық жасап, елді құлдыратып жібергені туралы хабар ауыр болды. Міне сол себептен Ишая пайғамбар бір күні Израиль сыйынған Құдай бүкіл әлемнің патшасы ретінде келетіні туралы ізгі хабарды жариялады. Ол азғында зорлықшыл патшалықтардың бәріне қарсы шығып, бар ұлттарға өз билігін орнатпақ. Сонымен Назареттік Иса жұрт алдындағы қызметін бастағанда Ишая айтқан ізгі хабарды жалғастырып, елді аралады. Осылайша Құдай патшалық жайлы ізгі хабарды жариялады. Мәсіх Иса Құдайдың өз халқы Израильге және басқа барлық ұлттарға өзінің билігін орнатып жатқан жөнінде хабарлады. Мұның бәрін Мәсіх өзі жүзеге асырды. Әрине, жаңа патша туралы ізгі хабар сол елде жаңа өмір салтының орнайтынын да білдіреді. Мәсіх Құдай патшалығындағы өмір туралы тәлім бергенде, адамдарды өзіне шәкірт болып беруге шақырды. Олар қаруларын тастап, тіпті қас жауында толық кешіріп, мейірімділік таныту арқылы бейбітшілікке ұмтылуға тиіс болды. Оның ізгі хабары адамдардан шешім қабылдауды талап етті. Сөйтіп, Мәсіх Иса өзінің ізгі хабарын елдің астанасы Иерусалимде де жариялап, сол заманғы патшалықтардың азғындығы мен зорлықшылдығын әшкереледі. Бірақ Мәсіх оларға таңғаларлық жолмен, Құдайдың шексіз сүйіспеншілігінің күшімен қарсы тұрды. Жаулары Мәсіхті өлімге бұйырып, оған тікенді тәж кигізіп, оны жалған патша ретінде мазақтады. Алайда Мәсіх өзін азаптаушыларды кешіру арқылы өзінің шынайы патша ретіндегі билігін көрсетті. Тіпті сол күні де Мәсіх болып жатқан барлық оқиғаны бақылауында ұстап, адамдардың күнәларының құнын өтеу үшін жанын қиды. Содан бірнеше күн өткеннен кейін бәрі өзгерді. Мәсіх Иса шынайы патша ретінде қайта тірілді. Оның сүйіспеншілігі өлімнен құдіретті. Сосын ол өзінің жүздеген шәкіртіне көрініп, оларға мына ізгі хабарды таратуды бұйырды. Көк пен жердің бүкіл билігі Мәсіхке берілген. Сосын оның шәкірттері бұл ізгі хабарды сол замандағы белгілі елдердің бәріне жеткізді. Олар мұны Мәсіх Исаның өмірі туралы 4 баяндама жазу арқылы да іске асырды. Бұлар ізгі хабар деп аталды. Соларда Мәсіхтің Құдай патшалығын қалай орнатқаны, әрі оның адамдардың игілігі үшін қызмет етіп, жанын өлімге қиғаны және қайта тірілгені жөнінде баяндалған. Мәсіхтің шәкірттері ізгі хабарды адамдарға жай ғана сөйлесу арқылы да жеткізді. Сөйтіп Петр, Паул, Прискила мен Ақила және тағы басқалар жаңа патша жайлы хабармен бөлісу үшін көп елді аралады. Осы дүниенің билеушілері жағдайларды бақылауда ұстап, қалағанын істей алатындай көрінеді. Бірақ ізгі хабар мынау: айқышқа шегеленіп өлген әрі қайта тірілген Мәсіх Иса әлемнің шынайы иесі, әрі бүкіл адамзаттың нағыз патшасы. Мәсіхтің патшалығындағы жағдайлар кәдімгі жайттардан өзгеше. Мұнда нағыз жетекшілер басқаларға қызмет етеді. Әрі соңғылар алдыңғы қатарға шығады, ал алдыңғы қатарлылар соңғылар болады. Бұл патшалықта аштарға тамақ беріледі, панасыздар үйге қабылданады. Өйткені сүйіспеншілік Құдай патшалығындағы ең күшті шындық. Бұл ізгі хабарға сенім арту оңай нәрсе емес. Сен оны алғаш естіген кезде, ол саған бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ сенушілер Мәсіхтің өмірі жайлы айтып, оның шынымен әлемнің патшасы екеніне сәйкес өмір сүргенде, ерекше бірдеңе орын алады. Сол кезде бұл ізгі хабар сен өміріңде естіген ең жақсы жаңалыққа айналады.